Саламатсыздар оқушылар. Біз бүгін жасанды интеллект бойынша видеоны қалай жасаймыз деген. Иә. Бірінші, мысалы мен жіберген группада ішінде сілтемелер бар, мына жақта. Сілтемелер бар. Сол сілтемелерге кезек-кезек видео жасасаңыздар болады. Мысалы, ChatGPT бізге сценарий құру үшін керек, иә? ChatGPT. Мысалы, ChatGPT-ға кіресіздер. ChatGPT-дан идея жасайсыздар. Мысалы, оқыс қаласы туралы қысқаметражды фильмдер байқауына сценарий және промпт қажет десеңіздер, сіздерге промпт сценарий бәрін құрып береді. Тақырып экология, қоқыс мәселесі, болашақ, адам мен табиғат қарым-қатынасы дейді. Қысқаметражды фильмге сценарий қоқыс қаласы, ұзақтығы 1-3 минут. Фантастика, драма дейді. Логика, логлайн. Бірінші, сөйлемдік идея, болашақта қоқысты салынған қалада өмір сүретін бір бала. Сондай. Енді бізге промпттар керек болады. Міне промпттар. Бұл промпттарды көшіріп аламыз, міне копировать код. Одан соң барып, мысалы, Grokқа одан соң мына жақта үшінші Imagine деген бөлім бар. Осы бөлімге кетесіздер. Сіздерге жазасыздар. 16 видео керек. Загрузкаға жібересіздер, генерация. Немесе екінші видео жасайтын сайт бар бізде, Queen AI. Соған кіріп, Queen Max 3 деген тұрады. Біз оны екіншісіне қоямыз. Queen 3 VL 235B деген. Осыған қоямыз. Бұл именно видео жасауға арналған бөлімі. Сосын генерация видео деп жазамыз. Сосын таңдаймыз. Мына жерге промптты қойып, загрузкаға жібереміз генерацияға. Grok бізге жасап берді, бірақ бұның форматы бізге дұрыс болмайды. Форматы дұрыс емес. Сол үшін форматы жазып көрейік қазір. Жазылса, жасамаса, қайтадан. Queen жасап жатыр, Grok жасап жатыр. Енді біз бұл жасалған видеоларды қайда монтаждаймыз, иә? Сіздер CapCut'ты білесіздер, көбіңіз. Енді CapCut'ты білесіздер. Canva'ны көрсетіңіздер. Canva'да қалай монтаж жасайды видеоны. Canva'ға осылай кіресіздер. Кіргеннен соң видео деген бөлім бар. Видео. Қай формат осыған
кіргеннен соң бізге осындай бөлім шығады, яғни мына монтаж жасауға арналған бөлімдер. Мына жақта түрлі видеоларға арналған элементтер бар. Мысалға, сіздің видеоңызға дизайны қандай болу керек? Мысалы, шаблондар, мысалы, интросы деген сияқты барлығы тұрады осында. Біреуін қосып жалғасаңыз болады. Одан соң текст жазатын болсаңыздар, мәтін жазатын болсаңыздар, осы жерде мәтін жазатын неше түрлі стильдер бар. Одан соң элементтер бар. Қандай стикерлер керек па, диаграммалар керек па, басқалар керек па. Одан соң мына жақта загрузки деген бөлім бар. Бізге керегі, яғни осы загрузки бөлімі арқылы біз мына видеоларды жүктеп алғаннан кейін загрузкидің ішінен өзімізге қайтадан жүктеуге болатын. Қайсы видеоны? Сол видеоны ары қарай, мысалы бізге келетін видео. Ана кеп қойсақ болады деген сияқты. Сіздерде енді 16:9 форматта видео болады. Сосын ары қарай тағы жалғай бересіздер. Қазір көрініп толсын. Кнопкамен былай скачать етіп аласыздар. Сізге 16:9 осындай телефон форматында жасап берсе болады. Қайтадан ChatGPT арқылы 16:9 форматқа жасап бердік айтуларыңыз керек. Сол кезде ChatGPT дұрыстап промпт жасап береді. Queen жасап берді, жақсы видео жасап берді. Көп тұрғандарыңыздай оны скачать етіп аламыз. Содан соң загрузки бөлімінен осылай қоссаңыздар болады. Одан соң барлық видеоларды жасап болғаннан кейін, мысалы, осы видеоның сізге аудиосы керек емес пе? Онда мына жақтан мышканың оң жағын бассаңыздар, извлечение аудио деген бар. Немесе осы видеоның үстін басасыздар. Мына жақтан громкость 0-ге қойып жасаңыздар, осы видеоның дауысы шықпайды. Аудио қоса бересіздер, аудио қосып 11 Labs'қа кіресіздер. 11 Labs деген сайт. Одан соң мына жақтан жүктеп аласыздар. Барлығын жазып, сол 11 Labs'тан алынған аудионы мына жаққа жүктесеңіздер болады, өзіңіз міне жазсаңыздар болады. Мына жақтан музыка қоссаңыздар болады. Загрузки аудио жүктесеңіздер осылай шығып тұрады. Загрузить файл жүктейсіздер. Сосын бассаңыздар качествосын